Қол шатыр. Күн ыстық. Мұндай уақытта аулада ешкім ойнамайды. Ботақан сонда да сыртқа шықты. Дігідік, діррррр. Кеттік пе, Ботақан? Қайда барамыз? Ойнаймыз. Ботақан, Ау, әже. мә бас киіміңді киіп ал. Басыңнан күн өтіп кетпес. Ой. Дігідік. Кеттік, Ботақан. Кеттік. Чу. Шөже, не істеп тұрсың? Гүлдің басынан күн өтіп кетіпті. Қараш, солып барады. Соны көлеңкемен қорғап тұрмын. Обалай гүлге. Қане, бұлай тұр. Менің көлеңкем үлкен. Мен қорғайын. Міне, көрдің бе? Ал менің көлеңкем екеуіңнен де үлкен. Міне. Шынымен. Рас екен. Ботақан гүлді күн көзінен қорғап денесімен көлеңкелеп тұрды. Гүл сергігендей болды. Ботақан, не істеп тұрсыңдар? Мен... Мына гүлді күннен қорғап тұрмыз. Қараңызшы, гүлдің басынан күн өтіп солайын деп қалыпты. Иә, біз гүлді қорғап тұрмыз. Бәрекелді балаларым. Гүлді қорғағандарың дұрыс. Бірақ өздеріңде шыжыған күн астында ұзақ тұра алмайсыңдар ғой. Сендерден де күн өтеді. Енді не істейміз, ата? Сен былай істе. Үйге жүгіріп бар да, қолшатырыңды алып кел. Ал біз гүлге көлеңке түсіре тұрайық. Қазір, ата. Арай балаларым, өтесіңдер ме? Қайтесіңдер? Әне, көрдіңдер ме балаларым? Гүл еңсесін жаза бастады. Еңсесін жаза бастады шынымен. Көрдік, ата. Иә, көрдім, ата. Ал балаларым, енді үйге барайық. Күннің қызуы қайтқан соң сыртқа шығып ойнайсыңдар. Жарайды. Енді гүліміз ешқашан солмайды. Иә, ата. Енді гүліміз ешқашан солмайды балам. Түс ауа жаңбыр жауып кетті. Күні бойы үйден шықпаған Ботақанның іші пысты. Сыртқа шыққысы келді Ботақанның. Ата, Ау, Ботақан, менің аулаға шыққым келеді. Жаңбырлы күн үйде отырғаның дұрыс. Ауырып қаласың, Ботақан. Сыртқа шығып, жаңбырды көргім келеді. жарайды, тек қол шатырыңды алып ал. Ата, менің қол шатырым гүлді қорғап тұр ғой. Айтпақшы, солай екен ау. Кеттік балам. Гүлден сенің қол шатырыңды аламыз. Гүл су боп қалады ғой, ата. Дәл қазір гүлдің су болғаны керек. Көрдің бе балам, гүлді жаңбырдан қорғау керек емес екен. Көрдім, ата. Жаңбыр гүлге ұнайды. Жаңбыр. Ой, жаңбыр маған да ұнайды. Алақай, жаңбыр. Алақай. Жылы жаңбыр Ботақан мен достарына қуаныш сыйлады. Қол шатыр енді гүлге керек емес. Өйткені жаңбыр оған ұнайды.